Сәлеметсіздер ме, балалар? Сіздер Қуыршақ театрында болып көрдіңіздер ме? Сіздерге бәрінен бұрын не ұнады? Және естеріңізде не қалды? Бүгін мен әлемдегі ең қызықты қуыршақ театрлары бойынша виртуалды саяхат жасауды ұсынамын. Сіздер Қуыршақ театрының тарихы 100 жылдан астам екенін білесіздер ме? Ежелден бері адамдар мейірімді және қатыгез жындар бар екендігіне сенген. Оларды мейірімді ету үшін адамдар топырақ, ағаш және тастан бейнелерін жасаған. Уақыт өте келе осындай бейнелердің көмегімен әртүрлі аңыздар, ертегі және әңгімелер айтқан. Осылайша Қуыршақ театры қалыптасты деп айтуға болады. Осындай көрсетілімдерден қазіргі Қуыршақ театрлар өз бастауын алады. Және әр елдің өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, Испанияға келейік. Бұл жерде ең танымал Либелула Қуыршақ театры бар. Оны 30 жыл бұрын кішкентай қалалар мен ауылдарда ірі театрлық мекемелерге баруға мүмкіндігі жоқ балалар және үлкендердің мәдени деңгейін көтеру үшін гастрольдік сапарлар жасау үшін құрған. Осы ұжымның шығармашылығы петрушкалық театр және көлеңке көрсетілімдері дәстүріне негізделген. Қуыршақ театрында болған әрбір көрермен Петрушка атты қуыршақпен таныс. Осы театрдағы испандық көрермендердің басты қызығушылығы петрушкалық коррида. Петрушканың қуыршақ өгізді қолға үйретуге тырмысып жатқанын қарау өте қызықты. Ал Польшалық Қуыршақ театры кейіпкерлер санының көп болуымен ерекшеленеді. Петрушканың орнына Забияка өнерін көрсетеді. Оған өзіне ұнамайтын барлық кейіпкерлерді таяқпен ұратын мінезі бар. Польшалық қуыршақ көрсетілімдердің жарқын әзілдері бар, өте қызықты. Енді Чехияға ауысайық. Еуропаның театрлары өзара бір-бірімен жалпы тарихымен байланысты. Чехия тұрғындары қуыршақ қойылымдарын өте жақсы көреді. Олар әртістер мен режиссерлерді жан-жақты қолдап отырады. Мұнда да қуыршақ спектакльдерінің басты кейіпкері Петрушка. Тек осы жерде оның аты Гашпарик. Ол шындық үшін күрескер, жауыздардың сыбағасын береді. Таяқ арқылы олардың бұрыс мінездерін түсіндіріп береді. Ересектерді де, балаларды да бейжай қалдырмайтын. Ол үнді Қуыршақ театры. Ежелгі заманнан бері көрермендерді ұлттық аспаптар мен бамбук ұрғыштар ойнап қызықтырып келеді. Бұл дәстүр бүгінгі күнге дейін өзгеріссіз келеді. Тіпті қойылымдарда қолданатын кейбір қуыршақтардың да тарихы ұзақ ғасырлық. Қуыршақтар әдетте мифтерден және жануарлардан өзіне тән типтерді көрсетеді. Шри-Ланкада Ганг аңғарынан және қоныс аударушылар мен саудагерлердің арқасында Қуыршақ театры пайда болды. Үнді эпосы жергілікті қойылымдардың сюжеті болып табылады. Шығыста көлеңкелі театр өнері өте дамыған. Бұл бағыт Қытай мен Түркияда өте танымал. Айтпақшы, Ява аралында тұрғындар да қуыршақтардан көрі көлеңкелі театрды жақсы көреді. Мұндай қойылымдарда ежелгі құдайлар мен батырлар туралы әңгімелер айтылады. Англияда Қуыршақ театры 17-ші ғасырда пайда болды. Ол мұнда Франциядан, Голландиядан және Италиядан келген. Ағылшын қойылымдарының басты кейіпкері Панч. Алғашында Қуыршақ театры тек кедейлер арасында ғана танымал болды. Мұндай спектакльдер шынайы адамдар ойнайтын театрға қарағанда қолжетімді болды. Байлар керісінше Панч пен оның әзілдерін ұнатпайтын. Өйткені олар әрқашан жоғары шенділердің айлакерлігі мен ашкөздігін мазақ қылған. Oh dear, what a pity. No, I won't eat him again. All right then. Okay, so I'll say bye-bye, bye-bye. Bye-bye, Judy, bye-bye, Judy. Қазақстандағы ең көне Қуыршақ театры Алматыда орналасқан. Ол қазірдің өзінде 86 жаста. Театр репертуарында әр талғамға арналған 22 қойылым бар. Қазақтың халық және әдеби ертегілері, аңыздары,
шығыс және шетелдік классиктер, сонымен қатар бәрінің сүйікті орыс ертегілері. Біз ауылдан келдік. Мен ауыл иті Ақбаймын құрадым. Ал мен Каплетамақпын. Ал мен Рекспін. Ауылдан келдік дейсіңдер ме? Сендер немене? Сонда жол жүру ережесін білмейсіңдер ме? Жоқ, білмейміз. Біздің ауылда көліктер өте аз. Қуыршақ театры әрқашан нағыз таңғажайып сиқырлы әлемдей болған және болып қала береді. Бұл балаларға ғана емес, ересектерге де қызықты. Себебі осындай қойылымдарда өмірдің өте маңызды тақырыптары қозғалады. Көп жағдайда қуыршақтар өзіміздің және айналамыздағы адамдардың бейнесі болып табылады. Театр бізге не болып жатқанын сырттан қарауға, бір нәрсені түсінуге, болашақта бізге көмектесетін сабақ алуға мүмкіндік береді. Ал біз сабағымызды 3 сұрақпен аяқтаймыз. Бірінші сұрақ: ағылшын қуыршақ қойылымдарының басты кейіпкерін атаңыз. Екінші сұрақ: Испаниядағы ең танымал қуыршақ театрының атауы. Үшінші сұрақ: Чех қуыршақ театрының басты қуыршағы қалай аталады?